Сәлеметсіздерме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәні өтетін сабақтың тақырыбы Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: археологтар Қазақстан жерінен тас дәуіріне жататын қандай олжаларды тапты? Сабақтың мақсаты тас дәуіріндегі тұрақтарды анықтап, археологиялық ескерткіштердің ерекшеліктерін білу. Тас дәуірін зерттеген қазақстандық археологтармен танысу. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Алғашқы адамдар туралы білімдеріңізді толық жетілдірдіңіздер. Алғашқы адамдардың тұрмыс тіршілігімен таныстыңыздар. Ең алдымен балалар білімнің сайтын пайдаланып, Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтарына байланысты бейне материал көретін боласыздар. Тұрақ дегеніміз не? Тұрақтарды кімдер зерттейді? Біздің елімізде тас дәуірін зерттеген археологтар бар ма? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Тұрақ дегеніміз не? Тұрақ дегеніміз алғашқы адамдардың тіршілік еткен ежелгі орны. Қазақстан жерінде ежелгі адамдардың қаңқа сүйектері табылмаған, тек еңбек құралдары мен тұрақтары табылды. Тұрақтарды тарихшы археолог мамандар зерттейді. Археология заттай деректердің негізінде адамзат баласының өткенін зерттейтін тарих ғылымының негізгі саласы. Біздің елімізде тас дәуірін зерттеген археологтар бар ма? Тас дәуірін қазақстандық археолог ғалымдар Хасан Алпысбаев, Алан Медоев, Виктор Зайберт және тағы басқалар зерттеген. Елімізде тас дәуіріне жататын ескерткіштердің арнайы зерттелуіне 1946 жылы құрылған Қазақ КСР ғылым академиясы үлкен үлесін қосты. Алғашқы палеолиттік ескерткішті Хасан Алпысбаев 1950-1960 жылдарда жүргізген зерттеулері барысында ашқан. Қаратаудың Бөрі қазған, Тәңір қазған деген жерлерінен ежелгі заманға тиесілі ондаған қонысты анықтап, мыңдаған тас қаруларын жинады. Хасан Алпысбаев бастаған бір топ археолог 1958 жылы қазіргі Жамбыл облысының Қаратау маңынан тас ғасырында өмір сүрген ежелгі адамдардың тұрағын тапқан. Археологтар Қаратау жотасынан табылған тас құралдардың шамамен 1 миллион жыл бұрын ерте палеолит дәуірінде жасалғанын анықтады. Жамбыл облысынан табылған палеолит дәуірінің 5000-нан астам еңбек құралының бәрі қашау мен үшкір заттар. Тұрақтардан табылған еңбек құралдары соққылау техникасы арқылы жасалған. Бұл техниканың көмегімен бір тасты екінші тасқа соғып, өткір қайралған имек жүзі бар тас құрал жасаған. Бұл құралды шабатын не кесетін құрал ретінде қолданған. 60 жылдардың ортасында орталық Қазақстандағы палеолит кезеңін зерттеуге жас ғалымдар кірісті. Солардың бірі Алан Георгиевич Медоев еді. Хасан Алпысбаевпен бірге Арыстанды қонысынан табылған тарихи артефактілерді зерттеу барысында Алан Медоев палеолит адамының Қазақстан жерінде қоныстануы соңғы миллион жыл бойы жүрді деген батыл болжам жасады. Алан Медоев қазақ тарихшыларының ішінен алғашқы болып, Құдайкөл қонысынан миллион жылдан асатын тарихы бар 10-нан астам тас шапқы, бірнеше қырғыш пен нуклеустер тапты. Ол батыс, шығыс және орталық Қазақстандағы ерте палеолиттік ескерткіштерді ашты. Сондай-ақ Алан Медоев Қазақстанды мекендеген кейінгі палеолит тайпаларының тау шатқалдарындағы қашап салынған суреттерді, петроглифтерді зерттеген. Картада барлық белгілі тұрақтар Каспий теңізі мен өзен алқаптарында тау бөктерінде орналасқан. Соңғы палеолитте жаңа еңбек құралдары, тескіш, бұрғылар, қырғыштар, микролиттер, сүйектен жасалған гарпун, без секілді еңбек құралдарын кеңінен пайдаланды. Балалар, біз бейне жазбаны көріп аяқтадық. Қазақстан аумағында тас дәуірінің тұрақтарына байланысты кішігірім конспекті өздеріміз тағы бір рет оқып шығамыз.
Жалпы балалар Қазақстан аумағын тас дәуірінің тұрақтары. Ерте тас ғасыр тұрақтарының ең көнелері Қаратаудағы Бөрік қазан, Тәңір қазан, Маңғыстаудағы Шақпақ ата ескерткіштері. Бұл тұрақтардан жарғыш тас, қырғыз секілді тас құралдары табылды. Жамбыл облысындағы Шақпақты Бөрік қазан тұрақтарынан 5000-ға жуық құрал табылды. Қазақстанда тас дәуірі тұрақтарын зерттелуі 1946 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуы кезінде күшейе түсті. Және балалар осы бейне жазбаны мұқият көрсеңіздер, және бірінші, екінші конспектті мұқият оқып шықсаңыздар, бұл қосымша берілген конспект сіздерге, және бейне материалда осының бәрі айтылған. Егер балалар оқып болсақ, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: берілген деректерді оқып шығып, қай ғалым жайлы жазылғанын табу керексіз. Бірінші, ол алғашқы палеолиттік ескерткішті 1950-1960 жылдарда жүргізілген зерттеу жұмыстары кезінде ашты. Қаратаудағы Бөрік қазан мен Тәңір қазаннан ежелгі заманның ондаған қонысын анықтап, мыңдаған тас қаруларын жинады. Осы жазған, зерттеген ғалым қай ғалым екенін сіздер осы жерден таңдап біреуін жазу керексіздер. Екінші, ол 60-шы жылдардың ортасында орталық Қазақстандағы палеолит кезін зерттеді. Тау шатқалдарындағы қашап салынған кейінгі палеолиттегі петроглифті тапты. Дәл осы жерден сіздер бір ғалымды, археологты таңдау керексіздер. Және сіздер бейне жазбаны, конспектті мұқият оқып көрсеңіздер, осы тапсырманы міндетті түрде орындай аласыздар. Егер балалар бірінші тапсырманы орындап болсақ, балалар екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма: балалар термин сөздерді анықтау. Термин сөздер, балалар міне астында керекті сөздер берілген. Осы оқып шығамыз, 1-2-3 термин сөзі, және керекті сөздерден кезең-кезеңмен қойып шығасыздар, қайсы қай неге жататынын. Балалар, оқушылар, мен ойлаймын, сіздер тапсырманы орындап болдыңыздар деп. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.